Саламатсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Дүние тану сабағы. 27-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы адамдардың алғашқы қоныстары қашан және қалай пайда болды. Сабағымыздың мақсаты: сен алғашқы қоныстардың қашан және қалай пайда болғаны туралы білетін боласың. Адамдардың қоныстануына табиғат жағдайларының қалай әсер еткенін оқып үйренесің. Алдымен балалар, мына суретке назар аударайық. Бұл жерде алғашқы адамдардың өмір тіршілігі бейнеленген. Осы суретке қарай отырып, талқылау сұрақтарын назарларыңызға ұсынамын. Алғашқы адамдар қайда тұрды? Бұл табиғи жағдайларға байланысты болды ма? Неге адамдар су жанында отырықшыланды? Неге адамдар таудың етегінде, төбенің жанында өмір сүрді? Балалар, суретті және бұрын алған білімдеріңді пайдалана отырып, осы сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Енді балалар, сіздерге көрсетілген төмендегі екі суретке назар аударайық. Сіздердің ойларыңызша, бұл жерлердің қайсысы адамдардың қоныстануына қолайлы болар еді? Және не себепті бұл жерлер адамдардың қоныстануына қолайлы? Ертеде адамдар суы мол жерлерде мекендеген. Су табиғаттың басты байлығы. Балалар, қалай ойлайсыздар? Су тек адамдарға ғана керек пе? Енді балалар, сіздерге Қазақстанның картасы көрсетілген. Осы картаны пайдалана отырып, төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма. Картадан өзендердің, көлдердің, теңіздердің атауы мен немесе су сөзімен байланысты қалаларды табыңыздар. Екінші тапсырма. Картадан атаулары тау, төбе сөздері кездесетін қала және елді мекендерді көрсетіңіздер. Үшінші тапсырма. Картада елдің оңтүстігіндегі көне қалаларды табыңыздар. Көне қалалар Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы қалалары. Балалар, сабақты қорытындылау үшін менің пікірім деп аталатын Айдар ұсынамыз. Бұл жерде блогер ретінде сабаққа өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.